Ассалаумағалейкум, Аманбай YouTube арнасы Алматыда дәл бүгін осы орталық алаңда ел чемпионы чемпиондыққа басты үміткер команданы қабылдайды. Қайрат Ордабасы. Бұл осы чемпионаттың ең маңызды ойыны болуы мүмкін. Қайрат ұтса бірінші орынға көтеріледі, ал Ордабасы тең ойнаса немесе жеңіп кетсе, әлбетте ол бірінші орынды сақтап қалады. Ендеше ойын алдағы эмоциялар, болжамдар, пікірлер, голдар, әдемі сәттер, жалпы барлығы бүгін футболи атмосфераға, мықты футболи атмосфераға лайық. Бұл Қазақстан премьер-лигасы. Ендеше көп сөз бай, біз бүгінгі влогты бастаймыз. Кеттік, достар! Бейбіт Алибеков, традиционно, Бейбіт, для влога нужен твой коммент, нужен твой прогноз. У меня на влоге ты никогда не ошибался с прогнозами. Скажи сегодня, кто действующий чемпион или потенциально новый чемпион? Смотри, я посмотрел последнюю игру с Омонией. Кайрат не мог играть против низкого блока. Соответственно, я думаю, наш тренер будет сегодня играть в 5 защитников. Исходя из того, что будет, Кайрат будет атаковать на родных трибунах. Соответственно, мы этим воспользуемся. И счет будет в районе 2-1-2-0. Вот так я предчувствую. Уточняющий вопрос. В чью пользу? Ну, брат, ну что за вопросы? Вот. Это, кстати, концепт нового, да? Один из вариантов логотипа, да, на котором мы работаем. Мы там пытаемся все как-то вот слепить, сообразить. А вот недавний пост в Инстаграм, где сколько там вариантов? 8, да? Сколько? Очень много вариантов было. И это типа проверка, да? Какой логотип выберет народ? Да, безусловно, такой слив как бы организованный для того, чтобы понять. И неожиданно до этого не нравился всадник, теперь всем нравится всадник. Сначала этот логотип тоже не нравился, теперь всем нравится этот логотип. Да. То есть, ну посмотрим. Ойынның басталуына 1,5 сағат қалды. Қайрат футбол клубының дауысы Арчибальд және Марат Достаев Ордабасы клубының дауысы, символдары, амбассадорлары, лицолары. Жігіттер, ойынға 1,5 сағат қалды. Бүгінгі ойынға қандай болжам бересіздер, қандай ожидание бар, Мәке? Біз енді ұтамыз деп келдік. Арчи? Блин, даже білмеймін не айтуға. 2-1 деп ойлаймын. Қайрат жеңеді. 1-3. Құрметті достар, Ордабасына әдеттегідей Шымкенттен болельшілер келіп қолдайды. Техас Фанс. Осы жолы да 11 автобус жанкүйер арнайы келіпті. Міне олардың дайындығы бар. Бірнеше көптеген флагтар, барабан, бірақ бір жайт бар екен. Қазір осы флаг ұстаған, барабан ұстаған жігіттерді орталық алаңға кіргізбей жатыр. Себебі баяғы флагтар және барабан бұл ішкі правила бар дейді ғой, сол ішкі правилаларға байланысты кіргізуге болмайды деп айтқан екен. Бірақ Ордабасы футбол клубы Скотт Ман бастаған Қазақстан футбол федерациясына хат жолдаған, Қайратқа да жолдаған, осындай флагтарды біз алып кіреміз, бірақ оларға айтқан, астыдағы темір ұстайтын бар ғой, темірді пластикке ауыстырыңыздар, сол кезде кіргіземіз деп айтқан. Ауыстырған, бірақ ешкім кіргізбей жатыр. Бәрібір ешкім кіргізбей жатыр. Бұл енді сонау Шымкенттен келген фанаттар, дайындалып келген фанаттарға деген қастандық деп білем өз басым. Неге үйтті екен, кім онда шешім қабылдады, кімге бұл керек, бұл сұраққа білмеймін. Жауап берсеңіздер, Қайрат футбол клубы немесе Қазақстан футбол федерациясы. Қазір хотя бы осы барабанды кіргізу керек қой. Міне барабанды, бұл футбол барабансыз елестете алмайсың. Сол себептен меніңше флагты жарайды. Енді жаңағы техника безопасностьқа байланысты қазір АУ деп кіргізбейді, ал барабанды кіргізбесе, білмеймін, футбол сәніп кетеді. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, өздеріңіз айтыңыздар. Барабанды кіргізді. Енді флагтар ту ұстап тұрған жігіттер күтуді. До конца тұрамыз дейді. Кіргізбесе де осында тұрып, осында жанкүйер боламыз дейді. Қазір көрейік енді. Біз де сөйлесіп жатырмыз, көмектесіп жатырмыз. Қазақ футболында осындай жайттар болмау керек. Әрбір клубқа мүмкіндік беру керек. Әрбір жанкүйерге
өзінің клубына деген жанашырлығын, махаббатын осылай білдірту арқылы біздің футбол дамиды. Сол себептен құрметті мені көріп отқан клуб басшылықтары, құрметті федерация, осыны ескеріңіздер. Ондай жайттар болмау керек стадион маңында. Звондап, келісіп, флаг көтеретін жігіттерді кіргізді стадионға. Міне барлығы осы жерде қазір бір ағымен стадионға кіреді және бурный овация болады дейді, соның барлығы болады, соның барын түсіреміз. Естілмейді мына жақта, айту болды, футбол жеңді, барлық тамаша, кет. Ал бұл алматылық Қайраттың фанаттары, Қайрат Ультрас еліміздегі ең бір беделді, ең бірінші болып фан-движениені бастаған жігіттер барлығы осында өзінің клубын қолдауға келді. Керемет атмосфера. Енді Қайраттың да фанаттары түсініп тұр ғой. Бүгін ұтылса чемпиондық алыстайды. Сол себептен бүкіл алматылықтар өзінің клубына жанкүйер болады. Бұл ойындарға көптеген журналистер келеді, блогерлер, фотографтар. Қараңыздаршы, міне көрсетейін сізге. Бол YouTube арнасы. Арман, Ермаш, Аблай. Что там, Арайке, болжам қандай ойынға? 2-1 орда. Әлем чемпионатында атой салған, әлем чемпионатын айырған жалғыз қазақ ол Ермұхамед Мәулен. Праймовый Ермаштың бұл ойынға болжамы қандай, Ереге? Мен ойымша енді екі команда да мықты ғой. Қайрат жеңеді, Ордабасы жеңеді деп айту қиын менің ойымша. Мен ойлаймын бір 5 гол кіріп қалады. 4 гол, 5 гол. 4-5 гол. Ойымды аяқтап кетейін, және гол соғылғаннан кейін айта алмадым. Жоржиньо өкінішке орай жарақат алып қалды. Биыл Қазақстан премьер-лигасының ең үздік бомбардирі, жалпы Қайраттың ең үздік ойыншысы. Өкінішке орай жарақат алып орнына Ойва Юккала шықты. Енді Амония қарсы ойынға Жоржиньо керек. Сондықтан да португалиялық футболшыға тек қана денсаулық тілейміз. Ал бұл ойын Жоржиньосыз өтеді. Айтпақшы, бірінші ойында да Қайрат есепті ашқан еді. Жоржиньо ол кезде естеріңізде ме гол соқты. Одан кейін Ордабасы 2 гол соқты. Енді осы алаңда, орталық алаңда қалай болады? Әзірше лайв кестеде Қайрат бірінші орында. Құрметті достар, айтпақшы, менің каналымдағы барлық видео менің серіктестерімнің қолдауы арқылы шығады. Осы видеоның астында сілтеме бар, соған кіріп, Аманбай промокодын еніп, тегін 10 000 теңге аласыздар. Одан бөлек бонус күні деген акциялар өтіп жатыр. Егер сіз болжам жасасаңыз және сол болжам ұтылама, оған қарамай кэшбэк алуыңызға болады 30%. Егер сіздің болжамыңыз ұтып, сіз 40% бонус аласыз, кэшбэк аласыз. Ал егер сіздің болжамыңыз шықпай қалса, онда тіпті 50% бонус кэшбэк аласыз. Ендеше сілтемесі астында мені қолдаған менің серіктестеріме алғыс. Оларды да сіздер қолдап кетіңіздер.
фанаттары жасаған, дайындаған міне баннер тарихы таудан биік. Бұл жерде енді соңғы кездері Ордабасы футбол клубы жалпы маркетинг жағынан, көрсеткіштер жағынан, спорттық көрсеткіштерінен алда болып тұр ғой. Ал Қайрат енді біз мұндайды өттік, біздің тарих мықты деп бұрыннан бері тереңде жатыр деп айтқысы келген шығар деп. Мен солай ұқтым бұл баннерді. Команданың жанкүйерлері бүгін сөз жоқ. Ең үздік ойыншылар, ең үздік атмосфера міне Алматыда болып жатыр. Алматылық Қайраттың жанкүйерлері де, Шымкенттік Ордабасының жанкүйерлері де өзінің командаларын қатты қолдауда, және бұндай атмосфера енді білмеймін, КПЛ-дің әрбір ойында болса, біздің лига әлемдегі ең үздік лига атағына сай болады. Минутында Маргуальдің орнына Эдмилсон шықты. Маргуаль бүгінгі ойындағы жалғыз голдың авторы. Аяқталуына 10 минут уақыт қалды. Әзірше есеп сол қалпы 1-0. Маргуаль бірінші таймның басында гол соқты, және одан кейін Қайратта әлі мүмкіндік болған жоқ енді 100%. Ордабасыда болды жақсы мүмкіндіктер, және Ордабасының соңғы минуттарда соғып кететін бір әдеті бар ғой. Ал Қайрат қарымға шабуылда қарсыластарын ұстап алуы мүмкін. Ендеше бір гол көретін сияқтымыз. Қай қақпаға оны уақыт көрсетеді.
құрметті достар, осылайша ойын аяқталды. Бірінші айналымда Ордабасы 2-1 есеппен өз алаңында жеңсе, екінші айналымда Қайрат дәл сол есеппен Ордабасыны қапы қалдырды. Ендеше чемпиондық гонка жалғасуда. Әзірше Ордабасы екінші орында, ал Қайрат бірінші орында. Бірақ Ордабасыда бір ойын артық, соны жеңсе, Қызылжарменде жалмасам, тамыз айының басында онда қайтадан бірінші орынға оралады. Қазір екі клуб арасы 2 ұпай. Өте әдемі атмосфера. Бұл атмосфераны алдымен сыйлаған Алматы халқы, Шымкенттен келген фанаттар. Қазақ футболы жасасын, осындай атмосфера, осындай матчтар көп болсын. Ойын аяқталды. Өте көп эмоция, өте керемет атмосфера. Қазақстан премьер-лигасы осындай матчтардың арқасында бүкіл әлемге танылады, дамиды. Қайрат ағымдағы чемпион жеңіске жетті және бірінші орынды қайтарып алды. Білмеймін, эмоция көп. Бүгін Буальда, Ионсында легионерлердің күні болды. Шыны керек Ордабасының орны жүрмеді. Ал Қайрат Амонияға дейін өзінің бір настроенияларын, жанкүйердің настроениясын көтерді. Команда ішіндегі атмосфераны нығайтып, маңызды жеңіске жетті. Ендеше бізде көшбасшы ауысты. Біздің каналмен бірге болыңыздар, біздің каналға жазылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Аманбай, Қазақстан футболы жасай берсін. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe.